Балаларым, мен сендерге көп ертегілер алып келдім. Кітаптар көрдіңдер ғой, қандай әдемі, қызықты қазақы ертегілер. Енді сол қазақы ертегілердің ішінде ең қызықтысын сендерге Ертөстік деген ертегіні айтып берейін. Қане, тыңдайық, жақсы ма? Ертөстік қазақ халқының батырлық, қиял ғажайып ертегілерінің бірі. Ерте заманда бір байдың 8 ұлы болыпты. Бір күні ағалары аңға кетіп, ұзақ уақыт оралмай қояды. Сол кезде кенже ұлы дүниеге келіп, атын Ертөстік деп қояды. Ол тез өсіп ер жетеді. Кейін жоғалған ағаларының ізін жолға шығып іздейді. Жолда Ертөстік көптеген достар табады. Олардың әрқайсының ерекше күші болады. Біреуі алыпты көтереді, біреуі тауды көтереді, ал біреуі жүйрік болады, қатты жүгіретін болады. Осындай достарымен бірге ол талай қиындықтарды жеңеді. Ертөстік жер асты еліне түсіп, түрлі алыптармен, дәулермен шайқасады. Ақылды батырлығының арқасында жауларын жеңіп, Кенжетай атты сұлу қызға үйленеді. Кейін ағаларын тауып, еліне аман есен оралады. Балаларым, бұл ертегіде бізге батылдық, достық, ақылдылық және жақсылық әрқашан жеңіске жететінін түсіндіреді. Түсінікті ғой, ертегі сендерге ұнады ма? Біздің ертегіміздің аты қандай? Ертөстік. Ертөстік. Жақсы.